саяси репрессия ғана 20-шы жылдардан бастап 50-ші Сталин қайтыс болғанға дейінгі кезеңде 53-ті қосқанда 125 мың адам екен репрессия ұшыраған. Соның 25 мыңы ату жазасына кесіліп, өмірден кеткендер. Жаппай сталиндік репрессия жылдарына қатысты мұрағат құжаттарымен таныса отырып, көрнекті мемлекет қайраткерлері мен бетке ұстар ұлт тұлғаларының тергеу орындарына өздерінің қылмыстарын әшкерелейтін жауаптарды қарша боратқанына қайран қаласыз. Біреуі өзін троцкистшіл контрреволюцияшыл арандатушы, екіншісі өзін жапон тыңшысы, үшіншісі большевиктер партиясының жетекшілеріне қастандық дайындайтын қылмыскер ретінде суреттеген. Әрине, егер әділ, ашық тергеу амалдары жүргізілсе, олардың бірі де жоқ қылмыстары үшін өзін айыптымын деп мойындауға қол қоймас еді. Бірақ Тұрар Рысқұлов, Ораз Жандосов, Сәкен Сейфуллин, Ұзақбай Құлымбетов сияқты ұлттың көрнекті қайраткерлері өздерін неліктен айыптымын деп адам айтқысыз қылмыстар үшін мойнына айып тақты. Сталиндік режимнің қанішерлері қалай қорқытты, азаптады және тергеу амалдарын жүргізді. Айтатын маңызды мәселе НКВД жендеттерінің басты мақсаты айыпталушылардың мойындауы болды. Мойындау дәлелдеудің патшайымы деген қағиданың басты авторы прокурор Вышинский еді. Андрей Януарұлы, оны кейбіреулер Ягуарұлы деп те атады. Нағыз қанды қол жендет қорқау болатын. Ол ешбір қиналмастан кез келген адамның көзін жойып жіберді. 38 жылдар жүргізілді. Алайда қазақ ұлтының көрнекті қайраткерлерін жою, әсіресе Алаш партиясының бұрынғы жетекшілерінің көзін құрту саясаты одан әлде қайда ерте басталды. Алашордалықтарды жою, оларды саяси қоғамдық өмірден аластау жұмысын Мәскеу алдын ала жоспарлады. Шын мәнінде қазақ ұлтының жетекшілерін құрту 1925 жылдан басталды. Дәл сол жылы Сталин республика басшыларына хат жолдады. Онда былай делінген еді. 25 мамыр 1925 жыл. Қырғыз өңірлік комитетіне: құрметті жолдастар, жақында Ақ жол журналымен танысып шығудың сәті түсті. Осы орайда мен көпшілікке белгілі Шоқаевтың Ақ гвардияшыл баспасөздегі мақалаларын есіме түсіріп, Ақ жол мен бұл материалдардың рухани бірлігін көріп, жаным түршікті. Адам сеңсіз, бірақ факт. Ақ жол әрине өз еркінен тыс Шоқаевқа үлкен материал беріп отыр. Ақ жол сыны кінәмшілдік, мін тағу, бұл бізге тән сын емес. Мұндай сынға кеңес елінде ешқандай орын болмауы тиіс. Дереу іс шаралар қолға алынсын. Партия қатарына кірмейтін зиялыларды кеңес жұмысына тартуды толықтай қолдаймын. Бірақ партиядан тыс зиялылардың саяси және идеологиялық майдандағы күреске тартылуына үзілді кесілді қарсымын. Партиядан тыс зиялылардың қырғыз жастарын саяси және идеологиялық тәрбиеден өткізуге қарсымын. Сіздерден осы туралы пікір білдіруді өтініп сұраймын. Сталиннің бұл хаты Алаш партиясының бұрынғы жетекшілерін қудалауға жол салды. Алаш қозғалысы кеңес үкіметіне неге жақпады? Өйткені Алаш қозғалысы кеңес үкіметінің мына Қазақстандағы мемлекет құру идеясына, яғни автономия идеясына, кеңестік автономия бар ғой, соған балама жол ұсынды. Жазалау органдары қазақ қайраткерлеріне қарсы қаралау материалдарын жинап, оларды ойдан құрастырылған жаламен қудалауды бастады. Бірақ ол жылдары тіпті күшті құрылымдардың ішінде де жүрегі таза, адал адамдар болды. Олар бұл жағдайды сараптап, оған әділ бағасын беруге тырысты. Әрине, кейін олардың барлығын билік құртты. ОГПУ қызметкерлерінің шындықта ашуға тырысқан хаттарының бірі мұрағатта сақталған. Партия мүшесі Фома Ивановтың Қазақ өңірлік комитеті басшысы Голощекин мен Сәдуақасовқа арызы. 10 қыркүйек 1926 жыл. Аса құпия. ГПУ мүшесі бойынша ең бірінші кезектегі жұмыс қазақтың жауапты қызметкерлеріне жалған материалдар жинау. Түрлі тәсілдерді қолданамыз. Қазақтардың ішінен қылмыскерлер жалдаймыз, немесе барымташыларды тұтқындау арқылы олардан қазақтың жауапты қызметкерлеріне қарсы жауап аламыз. Әдейі қазақтың беделді рубасыларынан топтар құрамыз. Орыс кулактарын жұмылдырамыз. Олардың барлығын қазақ қайраткерлеріне қарсы қолданып, өзімізге керекті материалдарды жинаймыз. Сонымен бірге оларды аңдуды күшейттік. Бұл арқылы олардың жұмыс істеу мүмкіндігін шектейміз. Қайраткерлерді бір-біріне айдап салып, кінәліні іздетіп қоямыз. Алдымызға қойылған саяси мақсаттарды орындау үшін ГПУ бойынша жылына ондаған қазақ кедейін өлтіреміз. Осы арқылы кедей кепшікті және орташаларды қазақ қызметкерлерінен алыстатамыз. Оларды тікелей өлтірмеген жағдайда орыс бұзақылары арқылы әрекет етеміз.
Бұдан бөлек, осы айтылғанның бәрі шындық екенін, бұл әрекеттің барлығын өзімде, Лепсі өзінде жұмыс істеп жүрген кезімде және қазір Жаркент өзіндегі қызмет барысында іске асырып жүргенімді анық мәлімдеймін. Бірақ қазір бұл әрекеттің дұрыстығына күмәнім бар. Сіздерден жеке кеңес сұраймын, бірақ ешкімге айтпауларыңызды өтінемін. Себебі мұны Альшанский, Журавлев жолдастар білсе, мені тірідей жейді. Коммунистік сәлеммен, Фома Иванов. Большевиктердің көрнекті қайраткерлерінің бірі Каменев, оны кейіннен Сталиннің өзі атқызып тастайды. Халық көсемімен болған әңгімені еске алады. Сталин, Дзержинский және Каменев үшеуі саяжайда демалып отырып, шарап ішеді. Осы кезде әрқайсысы өздері бұл өмірде ең қатты жақсы көретін нәрсесін айтады. Бұл сұраққа қызып алған Сталин былай деп жауап берген: кімді құрбан ететініңді белгілеу, бәрін дайындап, аяусыз оның көзін жою, одан кейін ұйқыға кету. Первым пропагандистом террора был Ленин, а не Сталин. Вот. И началось это все с господина Ленина, и даже раньше. Если вы посмотрите работы Ленина конца 19 века, 1894 и так далее, вы увидите, что Ленин уже тогда оправдывал террор как способ достижения политических целей и как способ борьбы с врагами, так сказать, с несоглашающимися и прочим. Поэтому террор был для него естественным политическим средством. Это не было то, что придумал Сталин или какая-то там группа совсем сбрендивших, извините за выражение, людей вроде Берии, там, Егоды, Ежова, Абакумова. А в действительности это была политика, это была, так сказать, очень четкая, осознанная позиция, начиная с вождя мирового пролетариата. Сталин басқаратын большевиктер алдарына мақсат қойды: алаш қайраткерлерін түгел қорыту. Қазақ ұлты рухани тәуелсіздікке қол жеткізбес үшін, осы үшін Алашорда қайраткерлерін ғылыми, әдеби және білім ортасынан шеттете бастады. Көрнекті қайраткерлердің көзін құрту үшін Қазақстанға Қандықол жендет патша отбасын өлтірген Филипп Голощекин жіберіледі. Кейін ол ашық мәлімдеді: тек 1925 жылдан бастап Қазақ партия ұйымы большевиктене бастады. 1917 жылдың қазанынан 1925 жылдың қыркүйегіне дейін кеңес билігі болған жоқ. Қазақ ауылына октябрь толқыны жеткен жоқ. Бірақ бұл Голощекиннің жеке бастамасы болған жоқ. Ол әрине Сталиннің тапсырмасын орындады. Голощекиннің өзі былай деді: менің ойымша, саяси бағыт партияның орталық комитетінің бағыты. Біздің өзіміздің саяси бағытымыз жоқ. Революция соқпа, октябрь революциясы келмеген мұнда. Қазақ ауылына октябрь революциясын жасау керек. Кіші октябрь жасау керек деген идеяны көтерген осы ғой. Сондағы ойы оған кедергі келтіретін ұлтшылдар, сондықтан да оларды жою бағытын ұстады, олармен күресу бағытын ұстады. Сөйтіп бұл жалпы алашорашыларды және ұлттық сезімге бейімдерді кетіру мәселесі. Оның негізгі көзқарасы болды. Өзінің айтып жазатында бар: сана сезімге қырнап бір тегіс қып, бір ойлау, бірді орталық қалай ойлайды, солай ойлайтындай дайындау, нивелировка жасау неге мәселені ойлайды. Егер де Голощекин сияқты ойламасаң, жауысың. Қазақ зиялыларын жоюды Әлихан Бөкейхановты қудалаудан бастады. 1927 жылы Қазақстандағы ОГПУ жетекшісі Каширин былай деп жазды: белгілі саяси және экономикалық білігі бар, мықты ұлтшыл буржуазиялық элементтерді жою туралы шешім қабылданғандықтан тез арада оларға қарсы саяси операциялар науқанын бастау керек. Барлық жауапкершілікті мойынға жүктей отырып, бұл істі ұлттың бетке ұстар зиялысы Әлихан Бөкейхановтан бастау қажет. Осылайша алаш қайраткерлерін жаппай тұтқындау басталды. 1928 жылы алаш өкіметінің көрнекті қайраткері Халел Ғаббасов тұтқындалды. 1928 жыл 9 қараша жарғысы. Қызылорда қаласы. Мен Қазақ СССР ОГПУ бөлімшесінің басшысы Азамат Ғаббасов Халел Ахметжанұлына қатысты материалдармен таныса отырып, бұл істе қылмыстық кодекстің 58, 13-17 және 26 кодекс 110 бап бойынша қылмыстың белгілері бар екенін таптым. Дәл сол жылы қазақ зиялыларының жарқын жұлдызы, публицист, ақын Міржақып Дулатов та тұтқындалды. Оларға мынадай айыптар тағылды: ағылшын барлау қызметіне мәліметтер беріп отырды, олармен астыртын байланыс орнатты. Англия мен КСР-ның дипломатиялық байланысы үзілген соң, олар қазақ ауылдарына барып, ол жерде халықты жаппай көтерілістерге шығуға үгіттеді. Сонымен бірге орталық Азиядағы контрреволюциялық топтармен байланыс орнатуға тырысты. Қазақтың жаңағы ұру тайпаларын басқарған кімдер? Қазақ байлары ғой. Шынын айтатын болсақ, қазақты асыраған байлар. Өйткені олар фермерлік кооперативтік шаруашылықтар сияқты қазіргі. Негізінде жаңағы бір байдың төңірегінде сол ұрудың ағайын туысқандары бәрі. Тіптен кірмелер де жүрді. Жаңағы байдың шаруашылығына. Сөйтіп күн көрді. Халел Ғаббасов
Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов және басқа да қайраткерлердің үстінен қозғалған іс бойынша тергеу амалдары бірнеше жылға созылды. Ғаббасов пен басқа да 70 адамға кеңес билігіне қарсы қарулы көтеріліс дайындады деген аса ауыр айыптар тағылды. 1929 жылы оларды Мәскеудегі Бутырка түрмесіне апарды. Қазақстаннан Бутырка түрмесіне 41 адам жіберілді. Бір жылдан кейін 1930 жылы оларға үкім шықты. Ғазымбек Бірімжановты, Мырзағазы Испуловты, Міржақып Дулатовты, Ахмет Байтұрсыновты алдымен ату жазасына кесіп, кейін оны ұзақ жылға түрме жазасына ауыстырды. Халел Ғаббасовты ОГПУ сот алқасы 1930 жылдың 4 сәуірінде ату жазасына кесіп, бұл үкім өзгеріссіз қалды. Оны кеңестік жүйенің жендеттері атып тастады. Әділовтің көрсетуімен тұтқындалған ең бірінші қайраткер 1925 жылы Сталин сынға алған Ақжол газетін Дулатов басқарып тұрған еді. Өкінішке қарай, Ақжол газетін құртуға белсенді ат салысқандардың арасында өзіміздің қазақ қайраткерлеріміз де болды. Сталинге жолдаған құпия хатында Тұрар Рысқұлов былай деді: Ақжолдың редакторы Дулатов бұл газеттің атауы Ақжол дегенді білдіретінін айтты. Ол қанды қызыл жолдан айырмашылығы бар екенін түсіндірді. Сол Ақжол газетінде ол жер реформасын жүргізіп, жерді қазақтарға беріп жатқан кеңес билігі емес, олардың өздері ескі қазақ ұлтшылдары екенін жазды. Алашордалықтар мен Дулатовқа теріс көзқарасты Сәкен Сейфуллин де ұстанды. Оның талай хаттарында алаш қайраткерлерін қаралау сөздері байқалады. Ол былай деді: 1920 жылы Мәскеуде 8-ші құрылтайда жүрген кезімде бір жолдаспен бірге Жангелдиннің бөлмесіне бардым. Онда Рысқұлов, Төреқұлов және тағы біреу отыр екен. Төреқұлов Ташкентте сол кездегі Түркістан АССР астанасында Ақжол деп аталатын қазақ газетін ұйымдастырған. Оны өзінің шақыртуы бойынша белгілі, беделді қаламгер Міржақып Дулатов басқаратынын айтып мақтанды. Ол осыны асқан мақтанышпен айтқан кезде мен күлдім де былай жауап қайырдым: газетің де ақгвардияшыл, беделді қаламгер Дулатовың да ақгвардияшыл. Төреқұлов газеттер, журналдар мен кітаптар шығарды. Оның 90%-ында белгілі алашордашыл баскесерлер мен Досмұхамедов, Испулов, Дулатов, Бөкейханов, Байтұрсынов, Жұмабаев, Кемеңгеров, Аймауытов, Бірімжанов және басқа да алашордашыл жазушылар қалам тербеді. Бұлардың бәрін біз олардың пасық және контрреволюциялық әрекеттері үшін Қазақстаннан қудық. Әрине, алашорда қайраткерлері мен қазақ халқының басқа да дарынды тұлғаларын Сталин мен большевиктер болашақта бәрібір құртар еді. Бірақ мынадай хаттар мен арыздар оларды қудалау процесін жеделдетті. Нәтижесінде кеңестік жендеттер Дулатовты, Аймауытовты террорист етіп шығарды. Әділовті мойындату арқылы тергеушілер айыптау қорытындысында Дулатов, Испулов, Аймауытов, Байдулдаев, Карибаев Голощекин өміріне қастандық жасамақ болды дегенді ашық жазды. Ұзақ жылдарға созылған тергеу амалдарынан соң Дулатов 10 жылға концлагерге бас бостандығынан айырылды. Өкінішке қарай, Дулатов лагерь өмірінің азаптарына шыдай алмай 1935 жылы Соловецк лагерінде көз жұмды. Большевиктердің лидері болған Лев Троцкий Алматы қаласында айдауда жүргенде былай деді: Сталин қазақ жауапты қызметкерлерін бір-біріне айдап салды. Оларды бір-біріне қарсы қойды. Нәтижесінде халықты зиялыларынан айырды. Жүсіпбек Аймауытов 1931 жылы атылып кетті. Оның қағаз бетіне түсірген соңғы сөздері: өз кінәмді мойындамаймын болды. Әлихан Бөкейханов Мәскеуде үй қамақта отырса да, өзінің достары мен әріптестеріне қолдан келгенше көмек көрсетті. 1934 жылы ол Міржақыпқа былай деп хат жолдады: күнім менің, қымбатты Мадияр, етігің аяғыңды қысса, жер шарының кеңдігі не керек? Осы сөз ойыма оралып, қағаз бетіне түсірдім. Сені сағындым. Қазақ халқына көп еңбегі сіңген, елдің болашағын ойлайтын қайраткерлер айдауда, концлагерде жүруге мәжбүр болды. Осының барлығы Сталиннің жеке тапсырмасымен жүзеге асты. Әлихан Бөкейхановтың өзі 1937 жылы үлкен террор басталған кезде атылды. Үкім Кеңес социалистік республикалар одағы атымен Кеңестік социалистік республикалар жоғарғы сот алқасы 1937 жылдың 27 қыркүйегінде Мәскеу қаласындағы жабық сот процесінде алдын ала және тергеу амалдары кезінде Бөкейханов кеңес құрылымының жауы бола тұра азаматтық соғыс жылдарында қазақ буржуазиясының контрреволюцияшыл қозғалысын басқарып, Алашорда контрреволюциялық үкіметінің жетекшілігін қолға алды. Сонымен бірге Башқұртстанда контрреволюцияшыл Уәлиди үкіметімен бірлесіп, кеңес билігіне қарсы күрес жүргізді. Осы мәліметтердің негізінде КСРО жоғарғы сотының әскери алқасы Бөкейханов Әлихан Нұрмұхамедұлын қылмыстық жазалаудың ең қатаң түрі ату жазасына үкім етті. КСРО орталық атқару комитеті 1 желтоқсан 1934 жылы қабылдаған жарлығының негізінде үкім дереу орындалсын. Ахмет Байтұрсынов Пешкованың көмегімен денсаулық жағдайына байланысты 1934 жылы босап шығып Алматыға оралды. Бірақ
кеңестік жазалау органдары оны естен шығарған жоқ. 1937 жылы ол тағы да тұтқындалып, бұл жолы атылып кетті.
Оян қазақ, ойлан қазақ, жөнге көш. Тегің таза, кем емессің елден еш. Әр балаңды баптамасаң бесіктен, жан жараңды жат жұрт келіп емдемес. Оянғаннан пайда бар ма құр жатып, ояндағы ойлан деген бір жақып. Құдай сені жаратқан соң қазаққа, қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт. Кең дүниенің түріп таста түндігін, білім қуар бейнет кешер күн бүгін. Шағаладай аппақ болсын пейілің, баларадай бекем болсын бірлігін. Оян қазақ, өгей сүтпе тіліңді, бөтендерге бұлғамасын дініңді. Ақ тұмадай төл болмысы тұрғанда, алталаштың ұрпағына кім үлгі. Ойлан қазақ, ұят жусын жүзіңді, ақтау үшін ұрпағыңдам тұзыңды. Еріккендер құл етпесін ұлыңда, желіккендер күң етпесін қызыңды. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Сан бабаңның нәрлендірген сүйегі, сардабамның сары алтындай сүйемі. Шаң жуытпай еліңді сүй айбында, мәңгілікта жеріңді сүй киелі. Жаным қазақ, отаншыл бол сен бүгін, қаранардай талмай көтер ел жүгін. Ұнтақталма ұлт арманы алдында, ұрпақтарға мұра болсын бірлігім.